Диша Ибрайкуловна өз нәтижесін айтады. Учетта болатым, гипертониямен, жүрек ауруменен, менде бронхым бар болатын. Врачтардың берген дәрілердің бәріне ішіп, бірақ та одан нәтиже жоқ. Нанобальзамын маған біреулер айтты, сол айтқаннан кейін мен соны алып іше бастадым. Бірақ көп ұзамай-ақ нәтижесін көрдім. Күш берді, гемоглобинім көтерді. Мен бронхымды емдеу үшін зубной пастаның өзі бір емдеу пастасы деп айтса да болады. 1 сантиметр, 1,5 сантиметрлей сығып тіліме қойып сора бастадым, мәшейін сорып, мына көкіректің бәрін ашады. Бір жөтелсем, бір ай жөтеліп, келін укол салмайынша қоймайтын. 2 рет паста жегеннен кейін-ақ менің бронхым жоқ болды. Гармония люкс дегені бар, оның ішінде йоды да көп. Ол вообще күшті екен, денеңнің бәріне әсер етеді екен. Мен қазір тізем де ауырмайды, аяғым да ауырмайды, жүргенім тік. Маған 72-де жасты ешкім бермейді осы бальзамның арқасында. Запор деген бәле жоқ. Асқазанымда кішкене гастрит болатын, оның бәрі жоқ. Ішім тазарды, осыны ішкеннен кейін, бір 3 ай келген кейін стулым қап-қара болды. Менде 32 тісім бәрі бар, тісім түгел. Жосыным ауырып, қазір менің жосындарымда оқтай тісімнің еті. Мен болған мен Диша Ибрайкуловна мен Раиса Маратовна Global Trend компанияның директорлары.